негізгі белгілерін және геологиялық даму ерекшеліктерін зерттеу. Геология және пайдалы қазба кен орындарын барлау мамандық үшін. Және Қазақстан геологиясы пәні геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау кафедрасының оқытушысы Әлва Гүлім Қалжан. Пәннің мақсаты Қазақстан аумағында тектоникалық аудандастыру принциптерін қолдану, атап айтқанда аймақтың жер қыртысының негізгі құрылымдық элементтері үшін және негізгі тектоникалық құрылымдарын зерделеу. Практикалық жұмыстың орындалу реті Қазақстан аумағының тектоникалық аудандастырудың схемалық картасын жасау, тектоникалық аудандастырудың картасының көмегімен жердің құрылысын, тарихи қалыптасу уақытын зерделеу, теориялық жүзінде тақырыпты бекіту. Теориялық шарттар Қазақстан аумағын тектоникалық аудандастыру. Тектоникалық аудандастыру жалпы тарихи геологиялық даму, морфологиялық ерекшеліктер мен кешенді геологиялық, геофизикалық және геохимиялық зерттеулер негізінде жер қыртысының табиғи учаскелеріне бөлу. Бұл әдіс пайдалы қазбаларды орналастыру заңдылығын анықтау үшін пайдаланылады. Металлогениялық зерттеулер негізінде мұнай және көмір геологиясында қолданылады. Аумақтық аудандастырудың бірнеше принциптері болады. Осы кезден басты назар тектоникалық құрылымдарына және олардың типтері мен тектоникалық жағдайын айтарлықтай өзгерткен геологиялық оқиғалар болатын уақытына бөлінеді. Яғни тектоникалық белсенді жылжымалы геосинклинальдық учаске және жер қыртысының консолидацияланған платформалық учаскесіне ауысу. Қазақстан аумағын тектоникалық аудандастыру әзірше қатпарлықтың аяқталу фазасының уақытын белгілеу принципі бойынша жүргізіледі. Осы принципке сәйкес республика аумағында келесі құрылымдық элементтерге жіктеледі. Яғни міне картада көрсетілгендей тектоник аудандастырудың схемалық картасы. Қазақстан шектерінде жер қыртысының негізгі тектоникалық элементтері. Қазақстан шектерінде континенттік жер қыртысының ежелгі платформалардың, фанерозойдың, қатпарлы белдеулердің және орогендік белдеулердің барлық үш негізгі элементтердің көріністері болады. Сонымен Қазақстанның батысында орналасқан Каспий маңы синеклизі, шығыс еуропалық ежелгі платформа көрінісі болып табылады. Мұғалжар тауларының шығысына қарай орналасқан республикалық негізгі аумағы Орал моңғол қатпарлы белдеу құрамына қарастырылады. Бұл кезде республика оңтүстігінде тау жүйелері, Тянь-Шань және Алтай таулары, жоғарыда атап өтілгендей эпиплатформалық орогениялық белдеу көрінісі болып табылады. Каспий маңы синеклизі республиканың шеткі батысында орналасқан және өзінің географиялық орны бойынша Каспий маңы ойпаты түсінігіне сәйкес келеді. Синеклизаның батыс, солтүстік батыс және солтүстік бөлігі Ресей Федерациясының аумағында болады. Алайда синеклизаның негізгі бөлігі Қазақстан шектерінде орналасқан. Синеклиза шекаралары батыста Волгоград флексурасы бойынша солтүстікте Жданов және Іле флексуралары бойынша шығыста Орал Мұғалжар герциндік қатпарлы жүйенің батыс шекарасын жіктейтін Сакмар көкпекті тереңдік жарылым бойынша, оңтүстік шығыста оңтүстік Ембі тереңдік жарылымы бойынша, оңтүстігінде солтүстік Каспий Астрахань тереңдік жарылымы бойынша жүргізіледі. Көкшетау солтүстік Тянь-Шань қатпарлы жүйесі басқаларының арасында ең ірі жүйе болып табылады. Ол Қазақстанның қатпарлы жүйесінің қатпарлы облысы құрамына енеді және өзінің шоғырлану уақыты бойынша каледондық түзілімдерге жатады. Жүйе үлкен ауданды қамтиды және республикалық солтүстік шекараларынан бастап оңтүстікке дейін созылады. Серверді жүйенің бетіне шығуы Көкшетауда темірлік ортаншы сілемнің солтүстік жиектемесінен басталады. Осы түзілімдердің солтүстіктегі жалғасы батыс Сібір тақтасының оңтүстік шеті болып табылады. Ертіс синеклизасының горизонталь жатқан мезозой, кайнозой түзілімдері астына кетеді.
Берілген жүйенің батыс шекарасы шартты түрде керістен тізілімдерінің Орал, Мұғалжар шаңғыларының шығыс жиектемелер бойымен жүргізіледі және республиканың оңтүстік шекараларына дейін тұтастай кіші және үлкен Қаратау жоталарымен қоса оңтүстікке созылады. Осылайша практикалық түрде бүкіл Торғай ойысы принципті түрде Көкшетау солтүстік Тянь-Шань қатпарлы жүйесі құрамында қарастырылады. Яғни Торғай ойысы жоғары палеозой, мезозой, кайнозой платформалық тізісімен жабылған осы жүйенің құрамды бөлігі болып табылады. Шыңғыс тарбағатай қатпарлы жүйесі Қазақстанның қатпарлы облысының үшінші соңғы өкілі болып табылады. Берілген жүйенің қатпарлы кешендері каледониттарға жатады. Шыңғыс тарбағатай каледонды қатпарлы жүйесі салыстырмалы түрде жіңішке жолақ түрінде солтүстік батыстан оңтүстік шығысқа қарай Майқайың және Баянауыл таулары аудандарынан бастап республиканың солтүстік шығыс шекараларына дейін созылады. Оның оңтүстік шығыс тарбағатай жоталары арқылы Қытай Халық Республикасының аумағына қарай кетеді. Жүйе өзінің оңтүстік шығыс жиектемесіне Көкшетау, солтүстік Тянь-Шань каледониттермен және Балқаш жоңғар жүйесінің герциниттермен орталық және оңтүстік батыс бөлігінде жанасады. Шығыс және солтүстік бөлігі оған Зайсан герциндік қатпарлы жүйесінің құрылымдық формациялық аймағы кіреді. Республиканың шет шығысында Алтай Саян қатпарлы аймағына жататын каледониттен тұратын жалғыз құрылымдық формациялық аймақ жалғаштанады. Бұл Холзун-Ши антиклинория деп аталатын құрылымды қарқынды дислокацияланған Кембрий, Ордовик және Силурдың таза шөгінді түзілімдері құрайды. Аймақ шектерінде жоғары протерозой түзілімдердің құрамында қарастырылатын метаморфталған тау жыныстарының аздап шығуы байқалады. Орал қатпарлы аймағы республика аумағында жалғыз қатпарлы жүйемен берілген. Ол Мұғалжар қатпарлы жүйесі деп аталады. Мұғалжар таулары Орал тауларының оңтүстік жалғасы болып табылады. Олар солтүстіктен оңтүстікке субмеридиандық дерлік бағытта созылады. Және Еуропалық және Азия материктерінің шартты шекарасы болып табылады. Мұғалжар қатпарлы жүйесі батыста Сахмар көкпекті тереңдік жарылымы арқылы Каспий маңы синеклизасының шығыс шектемесіне шектеседі. Шығыс шекарасы Торғай ойысының жоғары палеозой, мезозой, кайнозой түзілімдерімен жабылған батыс жиектеме бойымен өтеді. Солтүстік шекарасы Орал өзенінің кең ағынды алқабымен кесіледі. Оның сыртында Ресей Федерациясы аумағында орналасқан жеке Орал таулары басталады. Мұғалжар тауларының оңтүстікке жалғасы эпипалеозойлық тұран тақтасының мезозой, кайнозой тісінің астына кетеді және оңтүстік Тянь-Шань шектерінде Өзбекстан аумағында түбегейлі мұғалжарлыққа ұқсас кешендер байқалады. Нақ сондықтан Мұғалжар қатпарлы жүйесі Орал оңтүстік Тянь-Шань қатпарлы облысы құрамында қарастырылады. Мұғалжар қатпарлы жүйесі герциндік құрылымға жатады. Себебі континенттік жер қыртысының шоғырлануы планетаның кеш палеозой даму кезеңінде жүрген. Жоңғар Балқаш қатпарлы жүйесі де Қазақтың қатпарлы облысы құрамында қарастырылады. Алайда бұл жүйе герциндік құрылым болып табылады. Оны тұрақтандыру кеш палеозой аяғында болды. Жүйенің тектоникалық құрылымдары орталық Қазақстанның оңтүстігі мен оңтүстік Қазақстанның солтүстік шығыс бөлігін қамтиды. Жүйе Қазақстанның геологиялық картасының тік бұрышты ромб түрінде ерекшеленеді. Оның ортасында субкеңдік бағытта Балқаш көлінің бассейні созылған. Солтүстіктен батыстан және оңтүстіктен жүйе Көкшетау солтүстік Тянь-Шань қатпарлы жүйесі каледониттермен шығумен белдеуленеді. Шығыстан және солтүстік шығыстан бастап ол Қазақстан қатпарлы облысының Шыңғыс тарбағатай жүйесінің каледониттермен шектеседі. Зайсан қатпарлы жүйесі Зайсан қатпарлы облысының құрамды бөлігі болып табылады. Зайсан жүйесі солтүстік батыстан оңтүстік шығысқа Шыңғыс тарбағатай каледондық жүйесінің шығыс жиектемесімен
жиектемесі бойымен созылады және соңғысы тереңдік жарылымдар арқылы шектеседі. Жүйенің шығыс-оңтүстік шығыс шекарасы республика шектерінен шығып кетеді. Онда герцендік зайым-сан қатпарлы жүйесінің рудалы алтайлы құрылымдық формациялық аймақтар каледондық алтай саян қатпарлы жүйесіне жатады. Таулы Алтайдың каледониттермен шектеседі. Палеозой аяғында, мезозой басында Орал Моңғол қатпарлы белдеу аймағында қарқынды тектоникалық белсенділіктер процестері және оның кешендерін құрайтын палеозой тау жыныстарының осы белдеу белсенділіктен туған деформациясы аяқталады. Бұл шығыс еуропалық және Сібірдің ежелгі платформаларын ұлан-ғайыр және біртұтас еуразиаттық континентті біріктірген жас эпигерциндік платформаның пайда болуына алып келді. Қазақстанның барлық дерлік аумағы триастық кезең басында кептірілді. Жауын-шашын жинаудың теңіз жағдайлы эрогендік режимінде дамитын Маңғыстау жүйесінің шектерінде ғана орын алды. Сондықтан Маңғыстаудың Қаратау және Ақтау жоталарымен берілген Маңғыстау қатпарлы жүйесі әдетте қатпарлықтың киммерийлік фазасы нәтижесінде орныққан құрылым ретінде ерекше қарастырылады. Шындығында Маңғыстау, Қаратау және Ақтауды құрайтын триастық шөгінді түзілімдер қарқынды дислокацияланған. Бұл мұнда тектоникалық белсенділіктің және мезозой дәуірінде жалғасқанын куәландырады. Оның үстіне таулы Маңғыстау құрылымдары тектогенездің альпілік сатысының тектоникалық белсенділігіне қайтадан тартылды. Себебі олар альпілік белсенділіктің жерорта теңізінің белдеуінің сызығында орналасқан. Қазақстан шектерінде жас платформалы мезозой, кайнозой сатыларының даму кезінде жеткілікті түрде ірі құрылымдық элементтер қалыптасады. Ол құрылымдық элемент ретінде қазақ қалқаны және мұғалжар көтерілімін атауға болады. Теріс тұран тақтасы және батыс Сібір тақтасы оңтүстік шеті, ертіс маңы синеклизасы мен солтүстік торғай. Ертіс маңы синеклизасы республиканың солтүстік шекарасы бойына орналасқан, солтүстік торғай шығысында қазақ қалқаны мен шығыста мұғалжар көтерілімі арасында орналасады. Тұран тақтасы және оңтүстік торғай, Тұран тақтасына Каспий және Арал теңізінің арасындағы жазықтық аумақтар. Арал маңы аудандары Торғай уезінің оңтүстік бөлігі Амудария мен Сырдария өзендердің төменгі ағыстарының аңғарлары енеді. Келесі негізгі тектоникалық құрылымдарға қысқаша тоқталып кетсек, бұл терең жарықтықтармен шектелген жер қыртысының үлкен бөліктері. Жер қыртысының құрылымы, қозғалысы тектоникалық геологиялық ғылымы зерттейді. Геологиялық денелер әртүрлі жастағы құрамдағы тау жыныстарының типтік формалары әртүрлі аймақта қатысатын және тектоникалық күштер жасаған. Тектоникалық құрылымдар, геологиялық картографиялық, геофизикалық әдістер, әсіресе сейсмикалық барлау, сондай-ақ бұрғылау арқылы зерттеледі. Тектоникалық платформалар бұл геологиялық дамудың ұзақ кезеңнен өткен және үш деңгейлі құрылымы. Жер қыртысының қатты және аз қозғалысты блоктары. Платформа тұратын кристалдық іргетастан және тұнбалық қаптамадан. Базальттік және граниттік әркелік орналасқан қабаттарынан тұрады. Кристалдық іргетас күрделі иілістері бар. Үстіңгі қабаттардың метаморфтық жыныстардан тұрады. Ежелгі платформалар барлық ядролар болып табылады. Қалқан деген кристалдық негіз бетіне платформаның бөлігі, яғни оның шөгінді қабаты жоқ. Кристалдық шеттің сыртқы бетке шығып жатқан бөлігін қалқан деп атайды. Плиталар ол қалың шөгінді қабаты бар платформа. Плиталардың пайда болуы платформаның тектоникалық батуымен және сәйкесінше теңіз трансгрессиясымен байланысты. Антиклиз деген іргетас бетінің дөңес түсінен жіңішке шөгінді жамылғысы бар құрылымдар, массивтер антиклиздің жоғары бөліктері болып табылады. Онда іргетас бетіне шығады. Немесе төрттік жастағы шөгінді жыныстармен жабылады. Шығыңқы жерлер бұл антиклиз массивтерінің бөліктері. Олар диаметрі 100 километрге дейін. Іргетастың изометриялық және ұзартылған
көтерімдері болып табылады. Диниклиздер дегеніміз ол теріс иілген беті. Так. Осымен сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.